Созақта қазақтың қыздарын қорлап жатыр, қинап жатыр дегенді естіген Кенесары хан Көкшетаудан Созаққа 6 күнде атпен шауып келіп, осы Созақ қаласын жаудан босатып, қазақтың қыздарын қорғап қалды. Басқа не айтасың? Созақтың орны мынау енді. Ағайын, ішің ашитындай жағдай шынымен де. Қараңдар, сол киелі Созақ қаласының, мен білмеймін. Не айтарым білмеймін, мына жерде рас. Тым ішім ашып тұр, еркекше айтайын ше, бір жағынан ше. Сонша жерден келдік та, Созақты көреміз. Қазақ хандығының алғашқы астаналарының бірі ғой деп. Бұл қала үшін Тәуекел соғысты кезінде, Хақназар соғысты, Кенесары келіп жаңағы босатты, Керей мен Жәнібек жаңағы қазақ хандығын құрған кезде дәл осы қаланы иемденуге тырысты, қазаққа қайтарғысы келді, себебі Ұлы Жібек жолының бойындағы жаңағы бір үлкен маңызы бар қалалардың бірі. Мен жылағым кеп тұр, еркекше айтайыншы, мына жерде мына төмпешікті көріп, кәдімгідей бар ғой. Андай сөзбен жеткізе алмаймын, ағайын, жалпы ше. Өзбекстанға қарайсың, Бұхара, Самарқанд, гүлденіп тұр да, көрсетеді да, мына жерге барасың, міне кезінде Әмір Темір салып берген, аны өйткен, мына жерде Әмір Темір отырған, мына жерде анау жатыр, мына жерде мынау жатыр дейді да. Созақ, түсінесіздер ма? Созақ жоқ, білмеймін. Келем Созаққа, мен көз алдыма елестетіп келе жатқам ғой, бір жаңа үлкен қалалар, жаңадай заборлар, жаңа қорғандар бар шығар деп ше. Мын жаққа келем, осы ауылдың тұрғындарынан сұрайым, бая Созақ қаласы қайда десем, қандай дейді? Кәдімгі Созақ қазақ хандығының астанасы. Ана төбе ма дейді. Осы ауылдың адамдар ана төбе ма дейді. Төбесіне істеп келсем, міне орны. Риза болыңдар.